Жалпы қанша бөлім? Қанша? 40 бөлім кімнен? Шәкәрім қанша? Шәкәрім Әсет Наманбайұлы, Әбден Нұрберген, Аха Байрамқызы. Өзіңіз айтып отырсыз, сонда сіз біледі. Бәрі жатқа айтып тұрмыз, атайларын сұрайды сіздерден. Қай жер? Сол жерде өз жерде бастайсың. Жат болып кетесің ғой. ғылымсыз адам айуан. Ғылымсыз адам айуан. Не қылсаң да ғылым біл. Ғылымға да керек жан, керексіз болса ғылым тұл. Ақылға еркін ой керек. Матадан ойды азат қыл. Әдеттеніп ертерек, өрсін кеніп жылма-жыл. 40 жасында ойладым, 70-темін мен биыл. Белді бекем байладым, әдеттенді оймен тіл. Атағы шыққан жақсыға, ақылды байлап қылмақыл. Шатақтым мен дағдыға, шоқынба досым зиян бұл. Тұрақсыз шайналған дүние. Тұрақсыз шайналған дүние, жұтады бәрінде бастарын. Ел түгіл жерлеріне кім ер? Айтпасан моласының тастарын. Шын патша мен емеспе ойымсыз, ғаскерім өленіммен сөздерім. Олардың патшалығы дайынсыз, көреді баянсыздың көздерін. Қалса ойым болса дайын, нені талап етсеңіз, несі пайда? Бәрі қайдан несі пайда? Түге алмай кетсеңіз. Дүние қу бір ағымсу, түстік онда шөп болып, күнде ағамыз, сандаламыз, бейнетіміз көп болып. Бір әңгіме қозғалды ойымдағы, мақсат болды әшкере болынбағы. Бай мейірсіз ерқылдан сылытатқан Африка мүлдәрия бойындағы. Ол дүние болмаған шаққылға бостан, жана ашылған Африка бүлгірістан. Кені қалың егінің мол болған соң, ізденіп барған жан көп әрбір тұстан. Қызығын Африканың жаны тапқан, ізденіп бір ықылымды індәрде аққан. Бұрынырақ ізденіп талап пенен, Мұрат деген бай кетті Мысыр жақтан. Ұлына 5 сыбанын сәлемдей көр. Ұлына 5 сыбанын сәлемдей көр, жіберме жауға түстім көзім жайнап. Кәрілік жапалаққа айналдырды, бұлбұлем даусыз арлы тұрған сайрап. Төрт арыз қадірінді білмеуші едім, жат болып менікемес қалдың жайрап. Өмірдің өтпегінің белгісі жоқ, пәле күн баран демес саған сайлап. Бұрын шын бар, бүгін шын, ертең шын бар үш бөлек. Керегі жоқ бұлардың, бұзылмайтын шын керек. Шын махаббат қылуға, шын сабырын жетеме. Көрінген әрбір сұлуға, көңілін толқып кетеме. Тайыр Жомартбаев, зайсан. Бауырында маңырақтың мұлы зайсан, молайған ертіс пенен сұлы зайсан. Түн болса түнірегін мұнар басқан, ұштасқан бұлт пенен бірге бол зайсан. Алтайдың тарбағатай суын ішіп, сауырдың саясында туды зайсан. Өр бітіп балапандай қолтығында, өсірген неше алған мұлы зайсан. Әсет Наманбайұлы, болжаусыз осы екен ғой өлім деген. Болжаусыз осы екен ғой өлім деген, күн бұрын көзге келіп көрінбеген. Артыма сөз қалдырмай ала кеттім, айғайға қайран даусым ерінбей көрінбеген. Абайдай ат жағына сөз қалдырып, жақсы едау әттеген ай өлу деген.
Ертең жазып бүрсігін бітірем деп, баянсыз тіршілікке сенуменен, қатын бала асырау амалында кеттім ай үнемі көңіл болуменен, менен сорлы ақында өттім екен, бір сөзі баспарына берілмеген. Епті тышқан бидайды таси берген. Епті тышқан бидайды таси берген, шәкірті де көп екен қасына ерген, қақпан құрған адамның айлаларын алып тастап жем жеген талай жерден. Өзге тышқан үйленіп бұл өнерден, талай қиын орнынан тамақ терген, бір күні басшы тышқан кезіп жүріп, аузын мақтап бекіткен күбі көрген. Тәттірімшік есі мұрнын жарып, Тайыр Жомартбаевтан. Жарық дала хан көгал, аралары жүр жинап бал, кішкене қоны жем тасып, оянды орман күліп дал. Тоқылда, ұзындап шыбын тынбай жақ, балықшылар ау құрып, көгалда орақ шымылда. Гүлі. Семей Бурабай ауданы Мәдениет ауылының Есмағамбет Исмағамбетовнадағы жалпы орта білім беретін мектебінің 9-шы сынып оқушысы Темірхан Гүлімін. Менде Шәкәрім Құдайбердіұлының 22 өлең және Қақама мамыр поэмасы, және де Ақылбай Абайұлының Ақылбай әні мен Дағыстан поэмасы, бірақ менде Дағыстан поэмасы. Шәкәрімнен 22 өлең бір поэма. Жалпысы. 25. Көп бойдан бәрін қосқаны ма сол? Менде Ақылбай әні мен Дағыстан поэмасы, бірақ менде Дағыстан поэмасы әлі жаттау. 25. Шәкәрімді, Ақылбайды бәрін қосқаны? Екеуін қосқанда 25. Сен екі әріп қосқаны? Иә. Әріптерді жаттау? Сына жерде жазылу ғой, еді? Бар. Екі әріп. Менде бірақ осы Дағыстан поэмасы әлі жаттау үстінде, бірақ мен жаттаған жермеден айтып берсем болады ғой. Шошыма ойым шошыма. Шошыма ойым шошыма, келмейді жындар қосыма. Тахаратты жоқ сайдан жоламас менің қасыма. Қажыма ойым қажыма, қарама тозған жасыма. Адаспасан ақ жолдан қонады бақыт басына. Билет бәрін сабырға, кірме жалсыз қабірге. Сырласатын күн туар, жанқияр жақын тамырға. Ақылдан ойға сыр тарап. Ақылдан ойға сыр тарап, үміттің шамы жанған күн. Жар есіркеп, бері қарап, нұрына жүрек қанған күн. Ескі иманды отқа өртеп, асыл иман алған күн. Асық жарды таптым деп, хақиқатқа нанған күн. Саяз ойлы сыншылдың қарлы адыра қалған күн. Кеудесі тар күншілдің үмітін өрт шалған күн. Жар нұрына мас болып, жаралы жүрек талған күн. Баянсызға қас болып, аққа көңіл салған күн. Тауып алып тілекті, ұстап тұрып білекті. Саналы шерлі жүректі, сары алтынға малған күн. Ей көп халық, көп халық. Ей көп халық, көпте болса шөп халық. Партия шылдың құтыртпа, мен сендікпін деп халық. Он терісін байқамай, алайлап тұнық шайқамай. Таза жолдан тайқамай, тура жолмен кет халық. Таласты көрсем басыбай, кемдігін көрсем қосыбай. Кекеп мұқал қыздырма, берекесін бұздырма. Адалдың әділ жолына ақырын басып жет халық. Тағы сорлы қазақ. Салынған қала жоқ, оқытқан бала жоқ. Қолында өнер жоқ, ғылымда дана жоқ. Қалалық жері жоқ, еңбектің тері жоқ. Пайдасыз шығыншыл, қазақтан сері жоқ. Қазынасы тағы жоқ, басында бағы жоқ. Партия барында ішінің ақ жоқ. Қуаты күші жоқ, сырты бар іші жоқ. Артына қан қылып, ұмтылар кісі жоқ. Көретін көзі жоқ, ұғатын сөзі жоқ. Қазақтың бұл күнде аты бар өзі жоқ. Түзелер кезі жоқ, түзетер тезі жоқ. Жер жүзі халқынан қазақтан езі жоқ. Өлтірдің оған таптың қандай пайда?
өлтірдің, онан таптың қандай пайда. Өмір сүріп жүрушем жаздасай да, жетімдік қандайлығын көзін көрді, кешегі тірі жүрген әкең қайда. Менің де жетім қалды балаларым, олар да жылайдан сабаналарым. Өзін жетімді аясаншы, жоқ екен басында ми саналарым. Кетті келді. Кетті келді, толды семді, өзгеленді бұл ғалам. Туды өлді, жанды сөнді, өршіп өлді қайтадан. Дөңгелеткен түк білімсіз күшпеген, тіпті мінсіз, кемшіліксіз есті қылған іспеген. Жан деген не, мүлделеме, шын жоғалып сөнеме. Дене жөндеп, жоғары өрлеп, тағы мен деп келеме. Сиқыр сөзбен арбасан. Сиқыр сөзбен арбасан, табиғат басын еді, кәрленіп кімді қарғасан, қатесіз оғын тиеді. Нұрынды түгел жасырсан, жаралыс кебін киеді. Өлшемей шектен асырсан, көз шағылып күйеді. Өлшеп жібер нұрынды, білсін асық түрінді. Бір-бірлеп аш сырынды, соныңды көңілін сүйеді. Ақылбай әні. Ішіп кидім бұлғыннан құнды жаға, жас дәуренді өткіздім бермей баға. Ақыл жан деп тұрушы талай қыздар, сұмдық шықты дейтұғын ақылаға. Бір ән тауып әлекем бар деген сон, матайды алыс бір талай жер деген сон, 10 минутта ойыма оса түсті, қапаш-құпаш қолымды сермеген сон. Дағыстанға көш. Дағыстан Кавказдағы кары жүсіп, қиссағып айтқым келді көңілім түсіп, тепеден тек жатудың табы батып, білмедім не қылуды ішім пысып. Сынауына сорғалап келмесе де, сөкпендер мына сөзі қалай десіп, біліпкен сон ер сөзін ермей кеттім, осыны айтпасам да өнер қысып. Артық нәрсе дүниеде айтпақ үшін, дене жұрт, тау мен өзен неге керек? Қолдан келер айла жоқ жанға рахат, хикметін тамаша көрсетерек. Кавказды сұлу қылған құдай қалап, көрген адам кете алмас тамашалап. Белгілі ер черкестен көп халық бар, сол тауда өмір сүрген жана салап. Сөйлеймін сол таудағы Дағыстаннан, жау менен жалығы жоқ шабысқаннан, күні бүгін үркіліп көрген емес, бір сөзге қанжар алып қабысқаннан. Әдеті атамұра баяғыдан, айтылар әңгімесі аяғынан. Қаны қысса қанжарын қайтармайды. Жақсы жеткілікті, қалқаман мамырдай оласын. Өткен іс ойға күңгір көзге танып, көрмесе де білгенге бәрі қанық. 1722 жыл қазақтың сыр бойында жүрген анық. Әнет баба нарғынның ел ағасы, әрі би, әрі мола ғұламасы, орта жүзге ақыл айтқан әділ екен, сол кезде 95-ке келген жасы. Күшік деген бабанның өз атасы, Мәмбетей ол күшіктің бір ағасы, Мәмбет сопы күшіктің шешесі бір, қатаған Тұрсы ханның ханы жасы. Біздің 7-ші атамыз әйтек деген, бабанның бір туысқан әкесі екен. Тоқалынан Байбөрі қалқаманмен бәкен деп атап кеткен Байбөріні. Бұл сөзім ертегі емес сөздің шыны. Бір қыз үшін қалқаман елден кеткен, соның жайын айтайын кімдеріне. Мәмбетей өсіп өнді бара-бара, сол таптан бір бай шықты жеке дара. Сол байдың 15 жасар қызыма бар, әрі сұлу, әрі есті еркек шора. Онан басқа бала жоқ әлгі байда, оны қыз деп еш адам айту қайда. Байдың көңілі жабырқап қалама деп, жұрт жүрді құда болам дей алмайды. Жақсы көріп жеткілікті. Келесі Рина. Сәлеметсіздер. Мен Егіндікөл ауданының Алталық жалпы орта білім беретін мектебінің 10-шы сынып оқушысы Темірхан Ринат. Бөлімдердің саны қанша жан? 30. 30 бүкіл елде? Иә, Шәкәрім Құдайберді. Тек Шәкәрімнен отырдың ба? Аха, Арбадан жоғарыда жақтан. тек Шәкәрімнен отырдың ба? Иә. Жас келер. Жаз келер, қысты күні қыстың өтіп, қар, суық, аяз, боран бәрі кетеді. Қасықтай қар, тобықтай тон қалмайды, табиғат башы жанға рахым етіп.
жетпекке. Жетпекке үлкендікке жас балалар жүгірер қырдан ойға дүбірлесіп, шал кемпір күн шуақтап көңілі жай болып, өткен күн өмірін айтып көбірлесіп. Шымды жерде көресіз қара топырақ. Шымды жерде көресіз қара топырақ, шіріге шөп тозадан болған шырақ. Егер оған дым тиіп күн жылытса, жан кіріп шөп шығады гүл жапырақ. Адамнан артық жәндік жаралмаған. Адамнан артық жәндік жаралмаған. Адамнан артық жәндік жаралмаған, дейді жұрт айуан жоқ иттен жаман. Бұл туралы менде бір бөтен ой бар, анық оқсақ айтайын досым саған. Адамның айуаннан айвасы мол, қит етсе қиянатқа қияды қол. Мейірім, ынсап, ақпейіл, адал еңбек, бұл төртеуі кім болса шын адам сол. Қанеки, ондай адам қай жерде бар, көбінің сыртында бал ішінде зар, жарық алып әлемді араласар, ондай адам неше мұнан біреу шығар. Әйтпесе өзге адамның ит ілгері, достықты ит ұмытпайды артық жері, қолынан сорпа жалап өзге күшіп, өлгенінше естігенде жүргендері. Түнде тыным көрмейді қораға үріп, сал қорады ауылды шолып жүріп, кетпейді дәмі татқан досын тастап, айғайлап анда-санда қойсам дұрып. Тоқтамас өзге ауылға сыйласын. Достыңыз зор. Достыңыз зор, дұспаным қор. Достыңыз зор, дұспаным қор, бар тілекке жетсеңіз, сансыз бақыт, алтын тақыт, башы жаннан өтсеңіз. Қалса уайым, болса дайын, нені талап етсеңіз, бәрі қайда, несі пайда, тігі алмай кетсеңіз. Дүние қу, бір ағын су, түстік онда шөп болып. Күнде ағамыз, саналамыз, бейнетіміз көп болып. Кейде тасқа, кейде ағашқа соқтығамыз өпкеліп. Суынан да, уынан да құтыларымыз жоқ болып. Жақсы рахмет. Киіме кәрі жан. Киіме кәрі жан. Киіме кәрі жан өмірін қозғанға. Оянып ұйқыдан әнге сал қозғада. Жана тілек, жарықтан атты міне, байғады сен қадамына жас журналға. Аямай ақшасын, олғысын азамат. Еш бөгет қақпасын, жасасын саламат. Ойлы, шешен, қаламды таланты жан беріп көркейту сіздерге аманат. Жаны сөз, тән ақша, бұлар сізге жетпес. Әсерсіз сөз жазса, көңілді тербетпес. Осы күйі парлесе көп жасайды. Сөз жазып, пұл беріп болса, көмектес. Кетті келді. Кетті келді. Кетті келді, толды семді, өзгеленді бұл ғалам. Туды өлді, жаны сөнді, өшіп өлді қайтадан. Дөңгелеткен, түк білімсіз күшпекен. Тіпті мінсіз, кемшіліксіз, есті қылған іспекен. Жан деген не, мүлде өлеме, шын жоғалып сөнеме. Дене жүндер, жоғары өлер, тағы мен деп келеме. Бәйшешек бақшасы. Бәйшешек бақшасы. Жемісті, жақсы есті бұл бәйшешек. Аралайық, пайдасын көрем десек. Ұғымды, миы жастың ойын қозғап, ұқтырар талай тәлім, талай есеп. Ерінбей тамам гүлін аралаңыз, болса да бірі ұсақтау, бірі кесек. Тіккенсіз гүл, жылансыз кем болмайды, тіккенен жиіркеніп жеміс сесек. Жақсы мінез, жаман ой айқындалар, осыны ұғайық деп еттелесек. Мақсұт тәртіп, керексіз тозаны жоқ. Тексермей неге отырмыз мұны ойлан. 0. Қаламым, қарындашым, жан жолдасым, жау болды, жан аяспастан жолдасым. Қайғылып, мейірімденіп қарамайды, кеше аласа, бүгін зор пан жолдасым. Жарқырап, нұрын шашып жанады шам. Талайлар пайдалады жарығынан, су тамып, не жел тиіп сөне қалса, көрмей басы таптайды пайдалған жан. Демеймін, мұнымды айтып зарланайын, солай қылған жаралас адам жайын. Жары қалып әлемді тексерсен де, таза жүрек таппайсың, сол олайды. Жақсы, рахмет. Барлық 18 шәкәрім ақылы нұрын оқсан. Бүкіл осыған 18 жүрдің бе? Шәкәрім бәрі осыған бе? Нешесі осы бе? 11. 18 жүрдің барлық қостан. Шал болса бірін өзін бас ерсін бе? Шәкәрім қойды. Шәкәрім? Бірін бас ерсін бе? Басты бе? Шәкәрім Құдай берді олар боран өлені.
1811 жыл шамасында 12 жыл менен арасында Сабрило Сабрилович дейтұғын бай отырған Инандырып қаласында. Оншалық зор қала емес отар екен, зор салтыбай ондайда қала деген. Ашық жүз Қонақшылбай қарыз бергіш сол жерде емденіп қалған екен. Прасковья Петровна бәйбішесі, оның да түгеледі әр немесі. Сонда келіп карта ойнап сауық салып, өткізген қызықты күндер көршілесі. Қызы Мария Вексулхам әдәпті. Сол жылы жасы 17-ге келіпті. Оны көрген бозбала ынтық болып, Дариға осы қызды алсақ депті. 23 жасында. Шәкәрім Құдайбердіұлы 23 жасында. 23 жасында бұл өлең жазылған, басында табылмай өзіне лайыған. Мұңлы күйсіз жесір боп жатыр еді, мінеки ойланып өз әні табылған. Бақытсыз жүрегім жалындап жанып тұр, үмітсіз түрегім орынсыз қалып тұр. Ақыл қайрат сабырдың бәрі кетіп, адасқан асығын мұңды әнге салып тұр. Көзіме көріндің ашылмас сорыма, байқамай іліндім сиқырлы торына. 6 әңгіме. Шәкәрім Құдайбердіұлы 6 әңгіме. 6 әңгіме оқуға жайым бар ма? Ұсындым жаңа өспірім ғалымдарға. Әншейін бос сөз демей ғибрат ал, ой жібер ішкі сырын ғалымдарға. Алдыңғы біз ешеді обал демей, зарлады талай мойын талай кедей. Нәпсі мақтан алдама қарақтарым, бол едім үмітігім сендер емей. Орыс қазақ адамның бәрі бірдей, ешкімді алалама оны білмей, кем-кемітке бөлісу ар міндетті, халқына пайда тигіз босқа жүрмей. Жанның бәрі менде жар табар еді. Өлеңін ішіп. Жанның бәрі менде жар табар еді, терең ой сау ақылмен шамаласа, өлім маған өмірден мың есе артық, жарға құрбан болуға жан жараса. Тозақ отын гүл қылып өшіремін, жаралы жүрегіне қан тараса, жарды көрген көзіме сүймек болып, ғажап бар тамамай оған таласа. Мен кетемін, келеді тағы өмірге. Шәкәрім Құдайбердіұлы мен кетемін, келеді тағы өмірге мендей. Мен кетемін, келеді тағы өмірге мендей. Олар мінді көреді қисық жерін жүндей. Бара-бара айқындалып ақтың істін анығы, адасқанмен хақиқатқа қоймақ емес сенбей. Ақ жүрекпен таза қылсан адал еңбек, бәрінен де солма-қол атқа жол бермек, арсыздардың түкке тұрмай арам ойлы жойылып, аяғында хақиқатты бол үшеу жеңбек. Дағыстан поэмасы. Ақылбай Абайұлы Дағыстан поэмасын үзілді. Дағыстан, Кавказдағы кәрі жүсіп, қиса ғып айтқым келді көнерім түсіп, тепеден тек жатудың табы болып, білмедім не істеуді ішім пісіп, сынауынан сорғалап келмесе де, сөкпендер мына сөзі қалай десіп, біліккен соң ер сөзін емек еттім, осыны айтпасанда өнер қысып. Кавказдың қап дегені Кавказ серік, тәңіріп сұлу бейі кеткен ерек, ақырып айда қапет, жүз толғанып, тауды бұзып, тас жоға долы керек. Артық нәрсе неден айтпақ үшін, деме жұрт қаумен өзен неге керек, қолдан келері айла жоқ, жанға рахат, хикметін тамаша көрсетерек. Кавказды сұлу қылған құдай қалап, көрген адам кете алмас тамашалап, белгілі ер черкестен көп халық бар, сол жерде менген деген жана сал. Ол дүние болмаған шақ қолға бостан. Ол дүние болмаған шақ қолға бостан, жана ашылған Африка бір гүлстан. Кені қалың егіні мол болған соң, ізденіп барған жан көп әрбір тұстан. Қызығын Африканың жана тапқан, қар жарып бір ақылыңдан нілдәрі яққан, бұрын нұра ізденіп талаппенен, Мұрат деген байепті мысыр жақтан. Үй салған нілдәриян жағасына, су жайған тоға мағып даласына, бақша қып салып еді бір сахараны, жүз шақырды Занзибар қаласына. Сорлы қазақ. Шәкәрім Құдайбердіұлы сорлы қазақ. Салынған қала жоқ, оқытқан бала жоқ, қолында өнер жоқ, ғылымда дана жоқ. Қалалық жері жоқ, еңбектің тері жоқ, пайдасы шағыншыл, қазақтың сері жоқ. Қазынасы тағы жоқ, басында бағы жоқ, партия барында істі нағы жоқ. Сол болды. Сенесіне әділ қатылар. Қанша сенің болды? 25 шәкірімнен және де бір поэма шәкірім. Қалқынан Қалған поэма онлайн түрде және 5 өлеңдер онлайн түрде. Осы жерде 20 өлең. жоқ, шәкәрімнен басқа. Шәкәрімнен 25 өлең. Бір поэма қалқанынан. Онлайн болды ма? Онлайн осы. Телефон арқылы. Жалпы неше? Жалпы 25. Өлең и бір поэма. Шығармадым дейді. Телефонда бар. Иә. Қағаз болған. жоқ, сен жатқаныңыз ба, бір поэмасы қандай болды? Қалқанынан. Бәрін жатқа білесің, иә? Жатқаныңыз ба, ол? Онда телефонымда алайын. Сол поэмадан бастайсың ба? Иә, содан бастап. Қалқаман мамыр поэмасы.
Өткен іс ойған күн көзге танық. Көрмесе де білгенге бәрі қанық. 1722 жыл қазақтың сыр бойында жүрген анық. Әнет бабам марғының ел ағасы, әрі би, әрі мола боламас. Орта жүзбек айтқан әділкен сол кезде 95-ге келген жас. Біздің жетінші атамыз әйтек деген, күшік деген бабамның өз атасы. Мәмбетей ол күшіктің бір ағасы. Мәмбет сопы күшіктің шешесі бір, атаған Тұрсын ханның шасы. Біздің жетінші атамыз әйтек деген бабамның бір туысқан інісі екен. Әйтектің бәйбешеден жалғыз олжай тоқалынан бәйбөрі тоқалынан өлді. Бәкең деп атап кеткен байбөріні, ол сөзім ертек емес, сөзім шына. Бір қыз үшін қалқаман елден кеткен, соның жайын тыңда мені. Қалқаман өсіп, Мәмбетей өсіп өнді бара-бара, сол таптан бір бай шықты жеге дара. Сол байдың 15 жасар қызы мамыр, әрі сұлу, әрі есті еркек шора. Онан басқа бала жоқ әлгі байда, оны қыз деп еш адам айту қайда. Байдың көңіл жабырқап қаламы деп, жұрт жүрді, құда болам дей алмайды. Қалқаман қыз айтырмай жүреді екен, мамырды жас күннен білер екен. Асықтығын айта алмай іштен жанып, құрбымыз деп құр ойнап күледі екен. Мамыр жылқы бағады, күндіз бар. Тымақ киіп қолына құрық алып. Қалқаман мамыр менен малда жүріп, біраз сөз сөйлесіпті, кес болып қалып. Жігіт сонда қызға өзін сөйлемекке, асық болса оны да күйдірмекке. Жұмбақ мысал сықылды бір сөз айтты, көңіліндегі мақсұтын түйдірмекке. Ей, мамыр, адамды Алла жаратыпты, Хауанан адамға қаратыпты. Бірін еркек, біреуін әйел алып, таласып өздерінше сынға салып. Жоқ болса махаббатты бір сүйгенін, Жасымнан жетіп біліп тұрып тұрып. Құдай неге қылмаған адамды тақ, балаларын өзінен өстіріп ақ. Хауананы жаратуда мақсұт не? Сол арасын білуге ақылымша. Ей, қалқаман, тегі жоқ Құдай жалғыз, мұқтаж деме жолдасқа тіпті армансыз. Адамзатқа көмексіз, махаббатсыз, өмір қызық дегенде есен қалғыз. Жоқ болсы, Қазақтың жаманы болмас. Қазақтың жаманы болмас, жаманнан аманы болмас. Бірігіп біз құлатығын түзелер заманы болмас. Бұл елде адалдық бар ма? Ондайын байқадыңдар ма? Істейді нені де болса, наданға арамдық ар ма? Ар сатар шайға да болса, бір асам майға да болса, ізденіп табады, жейді, надан арамды қайда да болса. Алты әңгіме оқуға жайым бар ма? Осындым жана үспірім ғалымдарға. Әншейін бос сөз демей ғибрат ал, ой жібер ішкі сырын пайымдарға. Алдыңғы біз ел жедік, обал демей, зорлады талай момын, талай кедей. Нәпсі мақтанға алдыңға қарақтарын, үміті кім ол елден сендіремей. Орыс, қазақ, адамның бәрі бірдей. Жақсы, ақыл деген өлшеусіз бір жарық. Ақыл деген өлшеусіз бір жарық нұр, сол нұрды тән қам үшін жан жұмсап жүр. Тағдырдың қиын, сырлы сиқырмен жан тәнге, ақыл жанға матаулы тұр. Жан тыныштық таппайды тән қамын жеп, тән бұзылса тұрағын бұзылар деп. Ыстық, суық, ашықтан сақтау үшін зұлымдықпен айланы қылады істеп. Айуан етін, терісін, сүт пен күшін, ара балын, су балық, жер жемісін. Құс денесін, жүні мен жұмыртқасын сақтап жүр ғой дейсіз бе адам үшін? Олардың да ойы бар, өсіп өндек, күнге оңай өмір өтіп, от үстіндек. Адамның таза қылы жанына қимай, амалсыз қиянатқа ода күндек. Жасымнан жетік білдім түрік тілін, сол тілге аударылған барлық тілін. Ерінбей еңбек еттім еңбек жанды, жарқырап қараңғыдан туып өнім. Оятқан мені ерте шығыс жыры, айнадай айқын болды әлем сыры. Талпынып орыс тілін үйренімен, надандықтың тазарып кетті кірі.
Танбаймын шәкіртімін Толстойдың, алданбас сарам сопы кәпір қойдың. Жанымен сүйді әділет, ардың жолы, сондықтан ол есі терең ойдың. Толстой кәпір емес, кәпір өзің, дін емес, бәрі алдау айтқан сөзің. Көңілін соқыр, надансың бейілдің қара, нұр жарығын қалайша көрсін көзің. Көнбеймін дінді теріс бұрғаныма, сопының бара қойман құрбанына. Хақиқат сырынды айтсам Толстойдың, мың сопын алмаймын тырнағына. Тапқыр, адал, ниет адамды жоқ. Алданбасын артынан адал. Шымды келдеп Күресізді қара топырақ, шіреген шөп, тозанан болған құрақ. Егер оғандан тиіп күн жылытса, жан кіріп шөп шығады гүл жайпақ. Өлген шөптің күледі тозған тозан, онан тағы не шықты байқа бірақ. Ол соңы өлген шөп емес дерсін, шөп жанынан кім бөлді оны сұрақ. Әлемде жоғалатын ешбір зат жоқ, өзгеріп түрленеді ойлар шырақ. Дене киім сияқты күн даусар, жан аусы дейміз қиынар. Сіздер сотқа шығарысыңыздар болады, біз өзіміз сотымызды хабарлаймыз. Есть что-то